Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Бүгін сіздермен өтетін тақырыбым 31-ші сабақ болашақты жасаймыз. Сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері шынайылық, адамдарға риясыз қызмет ету, жанашырлық. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға болашақ бүгіннен басталатын түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Ал балалар 5 ережесін еске түсірейік. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Үйге берілген тапсырма бойынша Бейбіт Қойшыбаевтың есегіміз келеді мәтінін оқып келуге берілген болатын. Сол мәтін бойынша мен бірнеше сұрақтар қойғым келіп отыр. Әңгіме кейіпкерлері неліктен тез есегілер келді деп ойлайсыңдар? Қандай арман мұраттар адамды болашаққа жетелейді? Адамның бүгін жасаған таңдауы мен іс-әрекеттері оның болашағына қалай әсер етеді? Бала кезде бойларыңа дарытқан асыл қасиеттерің бүгін қандай жемісін беріп жатыр деп ойлайсыңдар? Балалар, кері байланыс ретінде өз жауаптарыңызды берулеріңізді сұраймын. Сабағымыздың дәйек сөзі: әр адам өз мамандығының шебері болуы керек. Нұрсұлтан Назарбаев. Дәйек сөзі не ой түйдіңіздер балалар? Өмірде өз орнын табу үшін адамда қандай қасиеттер болу керек? Адам өмірде орын табуда өзін-өзі танудың ықпалы қандай деп ойлайсыздар? Мұғалім сыйы: жастықта әр тараптың басын шалсаң, қармақты тәуекелдеп суға салсаң, еңбегің еңбек тенген кетпес зая, міндетке бір жетерсің, ойыңа алсаң. Түбінде баянды еңбек егін салған, жасыңнан оқу оқып білім алған, би болған, болыс болған өнер емес, еңбектің бұдан өзге бәрі жалған. Ал балалар, әке мен бала аңыз әңгімесін тамашалаңыздар. Балам, анау жатқан тағаны ала жүр. Ой, әке, мынау сынып қалған ескі тағаны алып қайтеміз.
Көрдің бе балам? Жаңа тағаны бір ғана еліп алуға ерінген едің. Енді сол тағаға алған құрман аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Мұнан бұлай есіңде болсын балам, аз жұмысты қиын сынсаң, көп іске тап боласың. Ал балалар, осы аңыз әңгімеден қандай әсер алдыңыздар? Не ой түйдіңіздер? Осы сұрақтарға жауап қайтаруларыңызды сұраймын. Шығармашылық жұмыс ең жақсы ойыны. Осы 5 сөйлем берілген, сол сөйлемдерге балалар өз нұсқаларыңызды жазып жіберулеріңізді сұраймын. Балалар, үйге тапсырма. Номер 31 сабақ «Болашақ бүгіннен басталады» тақырыбында эссе жазу. 32 сабақ «Бала Қасым» мәтінін оқу. Ал балалар, ендеше бәріміз бірге топпен ән айтамыз. Туған жердің бөбегіміз, туған жердің өлеңіміз, өмірге еркелеп, көңілді өлкеде, қараймыз келер күнге туған ел. Отанның боланы біз жігіттер, жолымыз торанын оқия бер, өзіңді жырлаймыз туған ел. Отанның боланы біз жігіттер, жолымыз торанын оқия бер, өзіңді жырлаймыз туған ел. Біз бақыттың тілегіміз, біз уақыттың жүрегіміз, гүлдей боп жайнаймыз, бұлбұл боп сайраймыз, өлкенің болағындай ойнаймыз. Отанның боланы біз жігіттер, жолымыз торанын оқия бер, өзіңді жырлаймыз туған ел. Отанның боланы біз жігіттер, жолымыз торанын оқия бер, өзіңді жырлаймыз туған ел. Аяқталды. Сау болыңыздар.